Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мұхтар Әуезов қазақ өнерінің кемелденуіне, әлемдік мәдениетке қымбат қазына қосқан, әлемдік құбылысқа, қазақ әдебиетінің шынына айналған қазақ халқының ғасыр перзенті. Биыл қазақты әлемге танытқан ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтың туғанына 125 жыл толып отыр. Осыған орай ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі «Ұлан даланың ұлы жыршысы» атты ұсыныстық библиографиялық көрсеткішін назарларыңызға ұсынады. Көрсеткіште жазушының өмір баяны, ол туралы айтылған естеліктер, кітап қорындағы кітаптар, ғылыми еңбектер, мерзімді басылымда жарияланған мақалалар, каталог картотека жүйесіндегі әдебиеттер тізімі қамтылған. Жалпы бұл көрсеткіштің негізгі мақсаты көпшілік оқырман қауымға Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын кеңінен насихаттау. Сонымен қатар, біздің кітапханамыздың қорындағы ол туралы барлық әдебиеттерді ұсыну. Жалпы Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетіне жаңа сарын, жаңа мазмұн әкелген жазушы. Оның қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алған шоқтығы биік туындылары өте көп. Сондай туындыларының бірі де бірегейі Абай жолы роман-эпопеясы. Бұл шығарма қазақтың көркем ойын бүкіл әлемге танытқан шығарма. Абай арқылы бүкіл қазақ халқының өткен тарихы мен дәстүрін, арман мүддесін күллі әлемге жеткізген. Әу баста Мұхтар Әуезов Абай туралы 2 кітап жазумен шектелмек болған. Бірінші кітаптың атын Телғара деп қойған. Кітаптың алғашқы нұсқасы Татьянаның қырдағы әні деген атпен 1936 жылы жазылып, 1937 жылы қазақшадан орысшаға аударылып шыққан. Мұхтар романға 38 жылдың аяғы, 1939 жылдың басында түбегейлі кіріседі. Осы жолда талай қиын кезеңдерді артқа қалдырып, 1940 жылдың күзіне қарай Абай жолының бірінші кітабын толықтай жазып бітіп, баспаға ұсынады. Бірақ кітап араб қарпіне жазылғандықтан кириллицаға көшіргенше біраз уақыт кеткен. Сол екі ортада соғыс басталып кетіп, кітап шегеріліп, жоспардан алынып қалған. Осы кезде қазақ әдебиетінің және Әуезовтің бақытына орай Мәскеудегі баспасөзде қызмет істейтін Бейсенбай Кенжебаев бас редактор болып келеді. Ол терімде жатқан, бірақ жоспардан алынып тасталған Абай романын ешкімге айтпай баспаханаға жіберіп тергізіп, оның редакторлығына сол кездегі жас жігіт Қуандық Шаңғытбаевты бекітеді. Осылайша екеуі жасырын, жабық жағдайда кітаптың жарыққа шығуын жүзеге асырады. Кітаптың алғашқы сүйінші данасы шыққан күні Социалистік Қазақстан газетіне рецензия жарияланады. Романның шыққанын жұрт сол кезде ғана біледі. Әуезовтің қолына да кітап сол күні тапсырылған. Міне осылай құпия түрде ұрланып жасалған жақсылық Бейсенбай Кенжебаев секілді халықшыл адамның қарекеті арқылы жүзеге асқан. Көрсеткіштің электронды нұсқасымен кітапхананың Байышев кз сайтынан таныса аласыздар.